Сәлем достар. Бұл видеода біз қара құрдым туралы айтатын боламыз. Қара құрдым жойқын тартылыс күші әсерінен бүкіл материя мен жарық сәулесін еш жібермей өзіне тартып алатын. Массасы өте ауыр аспан денесі. Қара құрдым қайда және неден пайда болатынына қатысты ғылымда түрлі болжам айтылғанды. Ақыры ғалымдар қара құрдым алып массалы жұлдыз ядросының немесе нейтронды жұлдыздың коллапсы нәтижесінде пайда болатынын анықтаған. Жұлдыз қойнауында ядролық отын таусылмайынша, онда термоядролық реакция жүреді. Алайда уақыт өте келе ядролық отын таусылып, жұлдыз сығылады және тартылыс күшінің әсерінен ішіне қарай құлауы нәтижесінде қара құрдым пайда болады. Қара құрдымның массасы өте жоғары, тартылыс күшінің өрісі тым жойқын болғандықтан ешқандай материя, магнитті толқын, жарық жылдамдығында қозғалатын жарық сәулесі одан қашып құтыла алмайды, сыртқа еш жарық шығармайды. Қысқасы, қара құрдым бұл жұлдыздың соңғы эволюциясы. Қазіргі кездегі зерттеулер бойынша ғалымдар алып галактикалардың орталығында қара құрдымдар болатынын анықтады. Қара деп аталу себебі, ол оқиға көкжиегіне түскен бүкіл жарықты жұтып алып, өздігінен ешқандай жарық шығармайды. Сондықтан оны термодинамикадағы абсолютті қара дене ретінде қарастыруға болады. Қара құрдым айналасында оқиғалар көкжиегі деп аталатын аймақ бар. Оған түскен кез келген зат одан шыға алмайды. Оқиғалар көкжиегінен шығу үшін дене жарық жылдамдығынан жоғары жылдамдықпен қозғалуы керек. Сонымен қатар қара құрдымның айналасында кеңістікті және уақытты бұрмалайтын күшті гравитациялық өрісі бар. Егер сіз қара құрдымға жеткілікті жақын болсаңыз, уақыт осы бұрмалануға байланысты баяу ағып бастайды. Қара құрдымның ішінде уақыттың баяу өтуі соншалықты тіпті уақыт тоқтап қалады. Бірақ оның сыртындағы денелер үшін уақыт өте тез өтетін болады. Қара құрдым өлшемі Шварцшильд радиусымен сипатталады. Шварцшильд көрсеткіші бойынша, егер бір ауыр салмақты аспан денесінің радиусы мәлім бір арнаулы шамадан төмен болса, онда ол аспан денесі өз-өзіне құлап күйрей бастайды. Осы радиус Шварцшильд радиусы делінеді. Осы радиустан төмен аспан денелері кеңістікті барынша бұрмалап деформациялайды да, атқылаған барлық жарық сәулелері мейлі қайсы бағытқа болса да, осы жұлдыздық дененің өзегіне қарай жұтылып отырады. Шварцшильд радиусы төмендегі формулада көрсетілген. Мұнда G бүкіл әлемдік тартылыс күш тұрақтысы, M аспан денесінің массасы, C жарық жылдамдығы. Егер, мысалы, жер шарымен шамалас ауырлықтағы аспан денесі бар десек, оның Шварцшильд радиусы тек 9 мм ғана болады. Бұған дейін ғылымда ғарышта қара құрдымның бар екені белгілі болса, енді ғалымдар оған қарама-қарсы ақ құрдым да бар екенін болжап отыр. Қайсы бір болжамдарға қарағанда ақ құрдым қара құрдымның теріс жағы. Ақ және қара құрдымдар бұл туннельге кіріп шығатын есіктер. Туннельдің бер басы шаңсорғыш тәрізді материяның барлық бөлшегін өзіне тартып алады да, екінші жағы оны сыртқа шығарады. Ойықтар ғаламда бір-бірінен алшақ жатқан бөліктерді жалғастыруы мүмкін. Кейбір ғалымдар осы құрдым ойықтары арқылы миллиондаған жылдарға созылған қашықтықтарға немесе өзге уақыт өлшеміне оп-оңай өтуге болады деп есептейді. Қазіргі заман физикасында қара құрдым теориясы жалпы салыстырмалылық теориясы негізінде қалыптасқан. Онда жарық жұтылатындықтан біз оны тіке бақылап зерттей алмаймыз. Бірақ оның айналасындағы табиғи денелерге түсірген әсері мен ықпалы арқылы оны зерттеуге болады. Каналға жазылып, лайк, коммент қалдырып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.